Бүгін менің термомиксте жиі дайындайтын сорпаларымды жасап көреміз. Айта кетерім, бұл сорпалар газ плитасында да оңай дайындалады. Бірінші түріктің чечевица сорпасы. Ақуыз бен витаминдерге толы бұл сорпа термомикспен тез әрі оңай дайындалады. Дәмдеуштердің ішіне жалбыз қосуды ұмытпаңыз. Бірінші сарымсақты қуырып аламыз. Оны төмен қарай лопаткамен түсіріп, май, дәмдеушілер қызыл бұрыш, паприка, қара бұрыш, жалбыз, куркума саламыз. 2 минут қуырып аламыз. Әрі қарай сәбіз, жуа, 3 секунд жетінші скоростьта езіп аламыз. Крышкасын алып тастап 5 минут қуырып аламыз. Әрі қарай картошка қосамыз. Чечевицаны осы термомикске өлшеп, әбден жуып аламыз ыстық суға. Жуылған чечевицаны чашаға қосамыз. Енді таза сорпа қоссаңыз болады, бірақ менде болмағасын су қостым. 20 минут 100 градус екінші скоростьқа қоямыз. Сорпамыз дайын болды, оған 1 қасық тұз салып, пюрировать етеміз. Ас болсын, безендіруге лимон пайдалансаңыз болады. Екінші менің жақсы көретін сорпамның бірі бұл солянка. Солянканың бір жақсы жері үйдегі кез келген еттерден дайындасаңыз болады. Ең алдымен жуа мен май қосып, оны езіп, 2 секунд қияр қосып, 4-ші скоростьта 2 секунд майдалап алып, оған томат пастасын қосып, 5 минут 120 градуста қуырып аламыз. Әрі қарай холодильникте қандай ет бар? Менде тауық еті болды, колбаса. Суя дайын сорпаны қосып, қара бұрыш, зәйтүн, тұз, 25 минут 100 градусқа қоямыз. Солянка дайын болды. Лимонмен, қаймақпен, петрушкамен безендіреміз. Ас болсын. Үшінші рецепт грузиндік харчо сорпасы. Бұл қыстың күндері денені қыздырып жүретін таптырмас тағам. Чашаға кинза мен чеснокты салып, езіп аламыз. Оны бөлек ыдысқа құйып аламыз. Чашаға жуа мен май құйып, езіп аламыз. Оған томат пастасын қосып, 7 минут қуырып аламыз. Әрі қарай су, сорпа қоссаңыз болады, сорпа қоссаңыз дәмді шығады. Тұз саламыз. Дәмдеуштер қызыл бұрыш, хмели сунели приправасы, қара бұрыш қосамыз. Әрі қарай паровая корзинаға ет, күріш қосып, 22 минутқа қайнатуға қоямыз. Сорпамыз дайын болды. Бағанағы сарымсақ пен кинзаны қосып, араластырып, бұқтырып қоя тұрамыз. Ас болсын. Келесі сорпа орыстардың рассольник сорпасы. Термомикске 3 түрлі рассольник сорпасы енгізілген, бірақ маған қатты ұнайтыны Ленинградтық рассольник. Бірінші, жуа, сәбіз, томат қосып қуырып аламыз. Маған сәбіздің кубиктап туралғаны ұнайды, сондықтан өзім қолдан турап салдым. Дайын болған кезде басқа ыдысқа салып құйып аламыз. Чашаға ет, перловая крупа, тұз, су қосып 35 минут қайнатып аламыз.
Дайын болған кезде кубикталған картошка салып ішіне әрі қарай бір қайнатып аламыз. Енді тұздалған қияр мен бағанағы қуырылған сәбізбен жуа, рассол суы, қара бұрыш, лавр жапырағы егер сізде бар болса, қара домалақ бұрыш салып тағы бір қайнатып аламыз. Сорпамыз дайын болды, оны укроппен безендірсеңіз болады. Ас болсын. Үздік сорпалардың ішіндегі ең соңғы бұл тайлық том-ям сорпасы. Бұл тез әрі жеңіл қорытылатын тағамдардың бірі болғанымен, өте ерекше дәмі бар. Бізге ең бірінші сарымсақ қажет болады, имбирь, ашық қызыл бұрыш, осының бәрін алып езіп аламыз. Лопаткамен төмен түсіріп, жуа, шемішке май, қызанақ пастысы және де том-ям сорпасына арнайы арналған аройды пастысын алып пайдаланып көрсеңіз болады. Ерекше дәм береді. Осының бәрін алып бір қуырып аламыз. Әрі қарай су я балық сорпасын пайдалансаңыз болады. Жасыл бұрыш, саңырауқұлақ, черри қызанағы, қияр, соевый соус егер сізде бар болса, және де 22% сливки пайдаланамыз. Я болмаса кокос сүтін пайдалансаңыз да болады. Әрі қарай тұз саламыз. «250 грамм креветке, 2 ас қасық лимон суы, 1 ас қасық қабығы және де кинза қосып, 2 минут қайнатып аламыз. Сорпа дайын болды, оны безендірсек болады. Ас болсын. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.